Ассалаумағалейкум көрермендер, естеріңізде болса, алдыңғы видеомда мен шегеден катана жасаған болатынмын, және де сол катананы сіздерге сыйлаймын деген болатынмын. Ал ноутбуктағы рандомайзер сайты Имангелді Мирас деген жігітті таңдады. Ал ендігі іс Имангелді Мираспен хабарласып, оның үйіне сыйлығын салып жіберетін боламын. Барлықтарыңызға сәлем көрермендер. Бүгінгі видео өте ерекше болмақ. Яғни біз адамға арналған үлкен катана жасаймыз. Естеріңізде болса, алдыңғы видеомда кішкентай ғана шегеден кішкентай ғана катана жасаған болатынбыз. Сол кезде сіздерге сөз бергенмін. Яғни үлкен катана жасаймын деп. Міне сөзімде тұрдым. Достар, видеоны бастамастан алдын каналға тіркеліп лайк басып кетіңіздер, және қоңыраушаны міндетті түрде басып қойыңыздар. Сонда менің жаңадан шыққан видеоларымды ең алғаш болып сіздер көретін боласыздар. Ал ендеше іске көшейік. Алдымен мен металл таңдап алдым, яғни ұзындығы 1 метр болатын материалы өте мықты темірге катананың суретін фломастер арқылы сызып алдым. Сосын болгаркамен әрине кесеміз. Достар, тек сіздер қауіпсіздік ережесін сақтаңыздар, яғни көзілдірік және қолғап киіп алсаңыздар тіптен керемет болады. Себебі мына құралмен жұмыс жасау кішкене қиындық тудырады. Мен таңдаған темір өте қалың болып шықты. Яғни мына құралмен жұмыс жасау үшін 2 күндей уақыт кетті. Сондықтан да менің жұмысымды бағалап, комментарий аямаңыздар. Мен мына темірден қылыш бейнесін кесіп алған соң, сап қарасам өте ауыр болды. Яғни қылышты көтеріп тұру қолға өте қиындық тудырады. Сондықтан да мен болгаркамен жақсылап тұрып қылышты барынша жұқарттым. Достар, қылышымызды барынша ыңғайлы жұқарту үшін оны барынша мықты қатырып алуымыз керек. Яғни мен өз үстеліме бұранда арқылы қатырып алдым. Темірді қайта-қайта тегістегенім соншалық тіпті қатты ысып кетіпті. Және де қылыштың жүзін болгаркамен өткірлеуге болмайды, себебі ол сынып кетуі мүмкін. Сондықтан да біз наждак немесе егеумен өткірлейміз. Осыменен біз темірдің жұмысын аяқтаймыз, содан соң катананың сабына өтеміз. Яғни өзімізге ыңғайлы 2 ағаш кесіп аламыз, лобзик арқылы. Ағаштарымызды кесіп алған соң, қылышымыз бен ағашымызды бір-біріне біріктіруге әрекет жасаймыз. Яғни қылышты қойып тұрып, фломастер арқылы із салып алып, оны ойып шығуымыз керек. Сосын біз ағашқа арналған момент желімі арқылы 2 ағашымызды бір-біріне біріктіреміз. Ағашымыз кепкен кезде қылышымыз бен сабымыз бір-біріне нық орналасу керек, яғни ойнап тұруға болмайды. Енді бізге ені 1 сантиметр болатын фанер ағашынан сопақша бөлшек кесіп алуымыз керек.
Сосын біз қылышымыздың жүзіне қайтадан өтіп, изолента арқылы оның жүзін қорғап қоямыз. Және де қалған ашық жерін болгарка арқылы одан бетер тегістеп шығамыз. Бұл біздің қылышымыздың барынша жұқа болуына көмектеседі, ал жұқа болса, заттарды оңай кеседі. Біз изолентімізді алған соң өте керемет нәтиже көреміз. Келесі кезекте біз қылышымыздың сабын бір-біріне біріктіруіміз керек. Дәл видеодағыдай. Сосын тескен жерімізге сай келетін темірді алып, оған орнатып және екі бетін кесіп тастауымыз керек. Және де қауіпсіздік үшін супер желмен екі бетіне де жағып тастаймыз. Қылышымыздың барлық бөлшектерін бір-біріне орнатып болған соң, қылышымыздың сабын қара түске бояп шығамыз. Бояуымыз кепкен соң, бізге ақ бау керек, яғни әсемдік үшін. Міне достар, қылышымыз дайын, енді біз бұны үлкен сынақтан өткізейік. Достар, қылышымыздың сыртқы көрінісі өте керемет болды. Енді біз қылышымыздың қаншалықты өткір екенін тексеретін боламыз. Ең алдымен ең қиыннан бастайық, яғни үлкен бөрененің бөлшегі. Достар, біздің қылышымыз бөрене ағашты оп-оңай бағындырды. Тіпті ұрылған күш өте қатты болғаны соншалық үстелдің өзі қимылдап кетті. Келесі кезекте біз сусынның алюмин бөтелкелерін кесіп көретін боламыз. Бұл сынақты да қылыш оп-оңай бағындырды десек те болады. Достар, біздің қылышымыз тіпті орақтан да кем қалмады. Яғни жоңышқаны да оңай орып жүр. Достар, егер де видео ұнаса, мені барынша қолдаңыздар. Яғни комментарий жазып, каналға тіркеліп, лайк басып, және де қоңыраушаны басуды ұмытпаңыздар. Ол мен үшін өте керемет қуаныш болар еді.